Қайырлы күн, менің аты жөнім Индира Ғалымжанқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ол өрт техникалық минимум. Бүгінгі сабағымыз өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты қызметкерлерге арналған тақырыптық жоспар және үлгі оқу бағдарламасы аясында өткізіледі. Бағдарлама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілері негізінде өрт қауіпсіздік ережелерінің талаптары мен нормаларын орындау мақсатында әзірленеді. Бағдарлама өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуына, өрт қауіпсіздігін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын білуге, сондай-ақ өрт туындаған кезде іс-әрекеттерге жауапты болып тағайындалған ұйымдардың басшылары мен мамандарына арналған. Ұйымдардың басшылары мен қызметкерлерін өндірістен қол үзіп өрт техникалық минимумға оқыту жұмысқа қабылдағаннан кейін бір ай ішінде және кейіннен соңғы оқытудан өткеннен күнінен бастап 3 жылда кемінде бір рет өткізіледі. Бүгінгі қозғалатын тақырыбымыз ол яғни өрт қауіпсіздік саласындағы заңнамалық база, негізгі ережелер. Екінші тақырыбымыз заттар мен материалдардың жануы және өрт жарылыс қауіпті қасиеттері, ғимараттардың өрт қауіптілігі туралы жалпы түсінік. Ұйымдағы өрт қауіптілігі. Үшінші тақырыбымыз. Төртінші тақырып ол өрт қауіпті жұмыстарды жүргізу. Заттар мен материалдарды сақтау кезіндегі өрт қауіпсіздік шаралары, негізгі нормативтік құжаттама. Бесінші тақырыбымыз яғни эвакуациялық жолдарына қойылатын өрт қауіпсіздік талаптары. Алтыншы тақырып ұйымдағы өртке қарсы қорғау жүйелері туралы жалпы мәліметтер. Ұйымда өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету ұйымдастырушылық негіздері, өрт кезінде қызметтердің іс-әрекеттері. Сонымен қатар практикалық сабақ пен сынақ. Сабақ курстың соңында сынақ қабылдау жүргізіледі. Өрт техникалық минимум дегеніміз не? Жалпы ол өрт техникалық минимум, яғни кез келген кәсіпорындағы ұйым қызметкерлерінде өрт қауіпсіздік білімдерінің міндетті минимум болып саналады. Жалпы өрт дегенге тоқтала өтсек, бұл адамның өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекетке зиянын тигізетін, қоршаған ортаға үлкен материалдық зақым келтіретін, қоршаған ортадағы заттардың бақылаусыз жануы. Ең күрделі зиян тигізетін өрттер өртке қауіпті объектілерде және басқа да зақымдау факторлары, ол жарылыс, улы заттардың жиналуы, тағы да басқалары бар объектілерде болады. Сонымен бірге адамдар көп шоғырланған жерлерде де өрт шығу қаупі бар. Өрт қауіпсіздігі бұл өрттің алдын алу, оның таралуына жол бермеу және өрт жағдайында тиімді әрекет ету бойынша шаралар жиынтығы. Өрт қауіпсіздігі әр адамның жауапкершілігі. Өртті алдын алу, оны сөндіруден әлдеқайда оңай. Ережелерді сақтау, саналылық және дұрыс әрекет апатты болдырмауға көмектеседі. Өрттің 3 негізгі факторы бар. Жану көзі. Ол жанғыш затты тұтану температурасына дейін жеткізетін жеткілікті жылу энергиясы бар кез келген құрал немесе фактор. Ол жану процесін бастайтын негізгі импульс болып табылады. Оттек жану реакциясы жүру үшін қажетті әдетте ауа құрамында болатын элемент. Жанғыш материалдар жану реакциясына түсетін заттар қатты, сұйық немесе газ тәріздес. Келесі. Сонымен бірінші тақырыпқа келіп тоқталатын болсақ, ол өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнамалық база. Азаматтық қорғау туралы 2014 жылғы 11 сәуірдегі нөмір 188 заңы. Бұнда осы заң азаматтық қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді, әрі табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарын алдын алуға және оларды жоюға, төтенше жағдай аймағындағы халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсету, өрт қауіпсіздігі мен өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы азаматтық қорғанысының негізгі міндеттерін құрылуы мен жұмыс істеуін ұйымдастырушылық қағидаттарын, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыруды сақтайды және пайдалануды, авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдардың ұйымдастырылуы мен қызметін, сондай-ақ азаматтық қорғау органдары қызметкерлерінің мәртебесі мен әлеуметтік қорғалуын айқындайды. Екінші, ол біздің Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министрінің 2022 жылы 21 ақпандағы нөмір 55 бұйрығымен бекітілген өрт қауіпсіздік қағидаларын бекіту туралы. Бұл жерде азаматтық қорғау туралы Қазақстан Республикасы заңының 12 бабының 1 тармағының 70-41 тармақшасына сәйкес әзірленген және адамдарды, мүлікті, қоғам, мемлекетті өрттен қорғау
өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібі айқындайды. Объектілерді пайдалану кезінде осы қағидалардың белгіленген тәртіппен бекітілген объектілерді пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі талаптары қамтылған нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтау қамтамасыз етеді. Объектіде өрт қауіпсіздік талаптарын сақтаудың меншік нысанына қарамастан меншік иелерінің, ұйымдардың, кәсіпорынның басшылары мен кәсіпкерлер, жеке тұлғалар объектіні немесе үй-жайды иеленуге, пайдалануға немесе оған билік етуге құқығы бар адамдар қамтамасыз етеді. Келесі тақырыпқа тоқталатын болсақ, ол заттар мен материалдардың жану және өрт жарылыс қауіпті қасиеттері, ғимараттардың өрт қауіптілігі туралы жалпы түсінік. Жанғыш материалдар түрлеріне байланысты келесі класстарға бөлінеді. Классы ол қатты жанғыш заттар мен материалдар, яғни ағаш, қағаз, көмір, мата сияқтылар жатады. Б ол сұйық және балқитын қатты заттар, материалдар өрті, яғни бензин, мұнай отыны. Сонымен қатар С классы ол газ өрті, Д ол металдар өрті, Е ол кернеу астындағы электроқондырғылар, жанғыш заттар мен материалдар өрті. Яғни оған жабдықтар, трансформаторлар жатады. Үшінші тақырып ол ұйымдағы өрт қауіптілігі. Ұйымдардағы өрттердің негізгі себептері болып, ол электр сымдарының ақаулығы, от және дәнекерлеу жұмыстарының өрт қауіпсіздік талаптарының бұзушылықтарымен жүргізу, яғни отпен абайсызда болу, сонымен қатар тиісті емес орында темекі шегу деген сияқтылар жатады. Ұйымдар олардың өрт қауіпсіздік дәрежесі бойынша 4 топқа бөлінеді. Бірінші топтың объектілеріне ол яғни жалпы құрылыс алаңы 3500 шаршы метрден асатын ірі өнер кәсіптік кәсіпорындар және республикалық ғылыми зерттеу ұйымдары, электростанциялар, әуежайлар, теңіз сауда порттары, театрлар, спорт сарайлары, басқа да мәдени ойын-сауық ұйымдар жатады. Жалпы алаңы 2500 шаршы метрден асатын сауда объектілері, сонымен қатар мұражайлар, сурет галереялар, жалпы алаңы 2500 шаршы метрден асатын кітапханалар, сондай жалпы сыйымдылығы 2000 текше метрден асатын мұнай базалар мен мұнай өнімдерінің қоймалары. Келесі ол екінші топтың объектілеріне мыналар жатады. Бірінші топқа кірмеген өнеркәсіп кәсіпорындары мен ғылыми зерттеу ұйымдары, балық және өзен порттары, техника саны 50 бірліктен асатын кәсіпорындар, автокәсіпорындар, теміржол станциялары, сонымен қатар Қазақстан Республикасының ұлттық банкі және екінші деңгейдегі банктер, спорт сарайы, бірінші топқа кірмеген басқа да мәдени ойын-сауық ұйымдары, алаңына қарамастан ғибадат мекемелері, жалпы ауданы 1000-нан 2500 шаршы метрге дейінгі сауда объектілері, жалпы ауданы 1000-нан 2500 шаршы метрге дейін, сонымен қатар мұражайлар, сурет галереялары, кітапханалар, сыйымдылығы 800 адамға дейінгі медициналық ұйымдар жатады. Бұл объектілерді төтенше жағдайлар органдары жылына 2 рет жоспарлы түрде тексереді. Үшінші топтағы объектілерге мыналар жатады. Олар яғни екінші топқа кірмеген білім беру ұйымдары, ғылыми зерттеу және жобалау институттары, автокәсіпорындар, техника саны 50 бірліктен кем, ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы объектілер және жалпы алаңы 1500 шаршы метрден кем құс фабрикалары. Сонымен қатар балалар мекемелері, әкімшілік ғимараттар, ауданы 150 шаршы метрден асатын жатақханалар, байланыс ұйымдары жатады. Төртінші топқа ол ашық автотұрақтар, гараждар, бір қабатты жер үсті және жер асты гараждар, саяжай және бау-бақша қоғамдары, сауда павильондары, жөндеу шеберханалары, дүңгіршектер, дәріханалар, медициналық кабинеттер, банк бөлімдері жатады. Өрт қауіпсіздік шараларын әзірлеу және іске асыру. Яғни өрт қауіпсіздік шаралары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, сондай-ақ өрттердің туындау себептерін талдау және оларға қарсы күрес тәжірибесі, заттардың, материалдардың, технологиялық процестердің, бұйымдардың, конструкциялардың, ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіптілігін бағалау негізінде әзірленеді. Кәсіпорындар, ғимараттар, құрылыстар және басқа да объектілер, оның ішінде оларды жобалау кезінде өрт қауіпсіздік шараларына әзірлеу және іске асыру өрт кезінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялауды қамтамасыз ететін шешімдерді міндетті түрде қамтылуы тиіс.
өндірістік объектілер үшін міндетті түрде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шешімдерді көздейтін өрттерді жою жоспарлары әзірленуі тиіс. Статистикалық электр және оның өрт қауіптілігі алдын алу шаралары, яғни бұл электр энергиясының пайда болуы көптеген факторларға байланысты күрделі процесс. Электрлену жанасу бетінде әртүрлі атомдық және молекулалық тартылыс күштері бар екі гетерогенді заттардың жанасуынан пайда болады. Контактілі беттердің бір диэлектрлік материалдан болуы керек. Статикалық электрден ұжымдық қорғау құралдары әрекет принципі бойынша мына түрлерге бөлінеді: жерден қосу құрылғылары, бейтараптандырғыштар, разрядтағыш құрылғылар, антиэлектростатикалық заттар, экрандаушы құрылғылар. Сонымен қатар қоймалар мен базалардың астық қабылдау пункттерінің сауда, мұнай және қайта өңдеу, тез тұтанатын сұйықтықтар, жанғыш сұйықтықтар және жанғыш газдарды, жарылғыш заттардың барлық түрлерін өндіретін өндірістердің жарылыс, өрт қаупі және өрт қаупі бар учаскелердің аумағында және үй-жайларында, мектепке дейінгі және мектеп балалар мекемелерінде, сондай-ақ темекі шегуге арналмаған орындарда ашық от жағуға тыйым салынады. Қалдықтар мен ыдыстарды ғимараттарға, құрылыстарға және жанғыш заттар мен материалдарды ашық сақтау орындарына 50 метрден жақын жерде жағуға жол берілмейді. Осы мақсаттар үшін арнайы бөлінген орындарда қалдықтар мен ыдыстарды жағу қызмет көрсетуші персоналдың бақылауымен жүргізіледі. Өртке қарсы режим өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзудың алдын алу және өрттердің алдын алуды қамтамасыз ететін адамдардың мінез-құлық қағидалары, үй-жайларды, аумақтарды пайдалану немесе күтіп ұстауды ұйымдастыру тәртібі. Екінші, ол адамдардың жүріс-тұрысының белгіленген нормалары, объектінің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстарды орындау және пайдалану қағидаларының кешені болып табылады. Барлық өндірістік, әкімшілік, қойма және қосалқы үй-жайларда көрінетін жерлерге өрт сөндіру қызметін шақыру телефон нөмірін көрсетілген тақтайшалар ілінуі тиіс. Кәсіпорындардың аумағында ашық отты қолдану, көлікпен жүру, темекі шегуге рұқсат беру және уақытша өрт қауіпті жұмыстарды жүргізу ережелері, өрт қауіпсіздік шаралары туралы жалпы объектілік нұсқаулықтар белгіленеді. Төртінші тақырып: өрт қауіпті жұмыстарды жүргізу, заттар мен материалдарды сақтау кезіндегі өрт қауіпсіздік шаралары. Негізгі нормативтік құжаттама. Ғимараттар мен құрылыстардың отқа төзімділік дәрежесі, ол отқа төзімділік шегі өрт басталған сәттен бастап конструкция істен шыққанға дейін, көтергіш қабілетін жоғалтқанға дейін, құлағанға дейін, қайтымсыз деформацияға жеткенге дейін немесе өтпелі сызаттар пайда болғанға дейін, минутпен, сағатпен немесе оттан қарама-қарсы бетінде температура шамамен 220 градус көтерілгенге дейін қыздырылған уақыт. Ғимарат отқа төзімділігі әртүрлі құрылымдық элементтерден тұрады. Жалпы ғимараттың өрт жағдайында қирауға қарсы тұру қабілеті отқа төзімділік деңгейімен сипатталады. Отқа төзімділік дәрежесі құрылыс конструкцияларының отқа төзімділігі мен өрт қауіптілігі көрсеткіштерімен анықталатын объектінің жіктеу сипаттамасы. Ғимараттар мен құрылыстар отқа төзімділіктің 5 дәрежесіне бөлінеді. Ол бірінші, екінші, үшінші, төртінші және бесінші. Бесінші тақырып: эвакуациялық жолдарына қойылатын өрт қауіпсіздігінің талаптары. Эвакуациялық жол өрт кезіндегі қауіпсіз эвакуациялау талаптарын қанағаттандыратын, тікелей сыртқа немесе қауіпсіз аймаққа апаратын адамдардың қозғалу немесе қозғалу жолы. Барлық эвакуациялық жолдар өрт қауіпсіздік ережелеріне сәйкес болу керек. Бірінші, ол барлық эвакуациялық жолдар бөгде заттарсыз, әсіресе жанғыш заттарсыз бос болу керек. Эвакуациялық шығу есіктері әрқашан ашық болу керек. Эвакуациялық шығу есіктерін кілтпен жабуға болмайды. Эвакуациялық шығу жолдарының есіктері адамдардың қозғалыс бағыты бойынша ашылуы тиіс. Сонымен қатар эвакуация жолы жанбайтын заттар мен материалдардан жасалуға тиіс. Бұл бізде эвакуация жоспары қарамен белгіленген, ол қай жерде сіздің орналасқан жеріңіз, сонымен қатар шығу орындары, эвакуация шығу белгілері көрсетілген. Бұл эвакуациялық белгілер әр мекеме ұйымда осындай эвакуациялық белгілер орнатылуы тиіс. Яғни әр мекемеде осындай белгілер орнатылса, өрт болған жағдайда эвакуациялық шығу жылдам әрі тез болады. Алтыншы тақырып: ұйымдағы өртке қарсы қорғау жүйелері туралы жалпы мәлімет. Өрттен қорғау жүйелеріне мыналар жатады: ол өрт автоматикасы,
өрт сигнализациясы, автоматты өрт сөндіру қондырғылары, түтін жою жүйелері, сонымен қатар өрт сөндіргіштер, өрт сөндіру крандары мен гидранттары. Ол өртке қарсы сумен жабдықтау. Өрт дабылы ол өрт сөндіру жүйесінің негізгі элементі. Ол адамдарға өрт туралы жедел хабарлау және жүйенің басқа элементтерін іске қосу үшін қажет. Яғни өрт дабылы жүйесін орнату кезінде нені ескеру қажет? Ең алдымен қандай объектілер үшін қорғауға арналғанын ескеру қажет. Өйткені әртүрлі құрылыстарға тұрғын үй-жайлар, өнім қоймалар, өндірістік корпустар, гараждар және тағы да басқа өрт қауіпсіздігінің әртүрлі талаптары қойылады. Сіз объектінің өрт қауіпсіздік дәрежесін, бөлменің мақсатын, техникалық сипаттамаларын білуіңіз қажет. Өрт сөндіру және өрт дабылы жүйелерінің жұмысы бір-бірімен тығыз байланысты. Және объектінің неғұрлым сенімді қорғау үшін мұндай жабдықты жобалау мен орнатуды мамандарға тапсыру қажет. Өрт дабылы тәулік бойы жұмыс істеп тұру қажет. Яғни тіпті электр қуаты жоғалған жағдайда да ол үздіксіз жұмыс істеу керек. Сондай-ақ ол үздіксіз жұмыс істеу үшін өрт дабылы резервтік қуат жүйесін қосымша көздерді немесе кіріктірілген аккумуляторлық батареяларды пайдалану керек. Сонымен қатар өрт сөндіргіштің құрамы, сонымен қатар ұнтақты өрт сөндіргіштің құрылымы. Яғни өрт сөндіргіш ол тұтқадан, түйреуіштен, пломбадан, манометрден, баллон және шлангтан құралады. Өрт сөндіргіш ол жинақталған өрт сөндіру құрамын шығару арқылы өртті сөндіруге арналған стационарлық немесе қолмен жұмыс істейтін құрылғы. Өрт сөндіргішті пайдалану үшін біріншіден пломбаны жұлып алу қажет, содан кейін түйреуішті тартып, өртті сөндіру үшін өрт ошағына шлангты бағыттау қажет. Тұтқаны басып, өртті сөндіруге кірісу керек. Өрт сөндіру краны ол ішкі өртке қарсы сумен жабдықтауда өрт сөндіру оқпанымен және өрт сөндіру жеңімен жиынтықта қолданылады. Оны кішігірім өрт сөндіру үшін де өрт сөндірудің қосымша құралы ретінде пайдалануға болады. Яғни өрт сөндіру крандары өрт сөндіру шкафтарында орналасады. Оларды қолдану оңай және арнайы дағдыларды қажет етпейді. Жану фактісі анықталған жағдайда шкафты ашып өрт сөндіру кранын пайдалануға болады. Кранның клапанын бұрап өрт сөндіруге тікелей кірісу қажет. 7-ші тақырып ұйымда өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық негізі. Өрт қауіпсіздік шаралары туралы нұсқаулықтар осы техникалық регламенттің өрт қауіпсіздігі ережелерінің, ғимараттардың, құрылыстардың, технологиялық процестердің, сонымен қатар өндірістік жабдықтардың өрт қауіптілігі ерекшелігіне сүйене отырып, өрт қауіпсіздігі талаптарын қамтитын нормативтік және техникалық құжаттардың талаптары негізінде әзірленуі тиіс. Өрт кезіндегі персоналдың міндеттері мен іс-қимылдары, оның ішінде өртке қарсы қызмет бөлімшелерін шақыру жүйелігі, технологиялық жабдықты авариялық тоқтау тәртібі, желдеткішті және электр жабдықты ажырату тәртібі, өрт сөндіру құралдары мен өрт автоматикасы қондырғыларын қолдану қағидалары, адамдарды жанғыш заттар мен материалдық құндылықтарды эвакуациялау тәртібі, кәсіпорынның барлық жүйелерін тексеру және жарылу өрт қауіпсіздік жағдайына келтіру тәртібі. Өртке қарсы нұсқама ол кіріспе, алғашқы, қайта, жоспардан тыс және мақсатты болып бөлінеді. Ұйымдардың басшылары өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында бұйрықпен өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамдарды тағайындайды. Өрт қауіпсіздігі үшін жауапты ол нұсқама жүргізеді. Яғни өрт қауіпсіздік ережесіне сәйкес барлық құжаттаманы толтырады. Объектінің өрт жағдайын бақылап, өрт қауіпсіздік нормалары мен ережелерін сақталуын қамтамасыз етеді. Өрт техникалық минимумға міндетті түрде оқытуға жататын қызметкерлердің тізбесі. Ол өрт қауіпсіздігіне жауапты басшылар мен тұлғалар жатады. Сонымен қатар А, Б, В жарылыс, өрт және өрт қауіптілігі бойынша өндіріс санаттары бар өндірістік объектілерін сақтау объектілерінің адамдар жаппай болатын объектілерінің қызметкерлері. Өрт қауіпті жұмыстарды желімдермен, мастикалармен, битумдармен, полимерлер және басқа да жанғыш заттармен және материалдармен жұмыс, газбен және электрмен дәнекерлеу, металл кесу, дәнекерлеу жұмыстар және басқа да өрт қауіпті жұмыстар жүзеге асыратын қызметкерлер жатады. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы ұйымдарының қызметкерлері, педагогикалық қызметкерлер, электриктер, күзет ұйымдарының күзетшілерін қоспағанда ұйымдарды күзетуді жүзеге асыратын қызметкерлер, жанармай құю станцияларының қызметкерлері жатады. 8-ші тақырып өрт кезінде қызметкерлердің іс-әрекеттері. Өрт түтіндеу анықталған жағдайда өрт автоматика батырмасын басып, объектінің басшылығы мен күзетін хабардар ету қажет. Өрт туралы өртке қарсы қызметке 101 нөміріне хабарлау қажет. Оған өрттің немесе жанудың мекен-жайын, өрттің пайда болған жерін,
нысандағы адамдар саны мен зардап шеккендер туралы ақпарат беру керек. Және өзіңіздің аты жөніңізді айту қажет. Екінші, адамдарды эвакуациялау ұйымның ғимараттарындағы барлық жұмыстарды тоқтату қажет. Эвакуациялау жоспарларына сәйкес эвакуациялық шығу жолдарын пайдалана отырып, адамдарды эвакуациялауды ұйымдастыру қажет. Болған жағдайда өрттің өршуіне жол бермеу үшін немесе өрт сөндіру бөлімдері мен өрт сөндіруге қатысқан адамдардың электр қауіпсіздігі үшін электр қуатын өшіру қажет. Төртінші, ол пайда болған өртті сөндіру және мүмкіндігінше туындаған өртті алғашқы өрт сөндіру құралдарымен сөндіруге кірісу қажет. Бесінші, ол өртке қарсы бөлімшелердің кездесуін ұйымдастыру қажет. Өрт ошағына кіру үшін ең қысқа жолды таңдауға көмек көрсету, олардың объектінің құрылымдық ерекшеліктері сақталатын және қолданылатын өрт қауіпті материалдардың саны және өртті сәтті жою үшін қажетті басқа да мәліметтер туралы хабардар ету.